Алдында сіздерге шортста көрсеткен болатынмын, иә, клиенттен келген маталар осылар. Алдында бір видеода да көрсеткен, мынау жаңа мебель қаптайтын маталар, содан қалған. Бұрынғы тігінші статьеден қазір құрамайды. Сол үшін мынаның бәрін жинап. Мына жаңағы шторный материалдар, турецкий велюр. Мына жерде дұхавалар. Мақпал деп қояма, батыста солай атайды екен. Сондай маталар қазір осылардан құрап бастап жатырмын. Мынау бөз маталары, ең жұқа матасы бөздің. Кішкене қаттырақ, қалыңдау болған жақсы. Мынау жұқа болғаннан кейін мен 2 қабаттан жіберіп жатырмын осыны. Бұл жерде маталар, мінекей мынандай осылай жаңағы астатық маталар ғой, солар мінекей мынандай осындай формаларда келеді, неше түрі қылып. Соларды мінекей әдемілеп, түгіне қарай матасын. Түгіне қарай кесіп алып жатырмын. Егер түгіне қарамай істесек, онда артына флизелин жабыстыру керек. Мынандай кусок маталар келеді. Осылардың бәрін бекер қалдырмай әдемілеп кесіп алып жатырмыз. Мынандай 3,5 сантиметрден. Мынаулар 4 сантиметр болып кетіпті кесілген кезде. Ручкамен сызу керек. Аналарды бормен сызғам, жалпақ болып кеткен ғой. Ручкамен сызып жатырмын қазір, сол үшін 3,5 сантиметр. 3 сантиметрден қылсаңыздар да болады. Қазір мен 0,4 лапкасымен тігіп жатырмын. Бұрын 0,5 сондай лапкамен тігетіміз, сол үшін кішкене жалпақтау қалатымыз. Қазір лапка, топикалдың лапкасы жіңішке, соған қарай 3 сантиметрден де кесе берсе болады. Ол енді басқалар солай кесіліп кетті. Соны нетіп жатырмыз. Мінекей. Маған мән бермей қойыңыздар. Мінекей мынау алда 17-де 17 қылып кесіп алған болатын, ол кішкентай болып қалды. Содан сол екеуін міне біріктіріп 19-ды 19-ға келтіріп жатырмын. Мінекей. Мынаны көрсеңіздер, ар жағы бәрі көрініп тұр, прозрачный жұп-жұқа. Соны 19-ды 19-ға келтірем да, бұлай бүктеп, центрын тауып, мына жерден ровно бүктеп атқан жоқпын. Бүктеген кезде мынандай сызықтар шығады, соған жаңағы мен қазір көрсетем тағы да. Мына бізде мына жерде жасыл түстен көп болып тұр. Сол үшін барлық жерге жасылды через одну жіберейін деп ұйғардым. Через одну. Содан кейін мынандай көктің темныйрағы да бар. Просто мына бледный болғаннан кейін маған жарыспай қалайын деп тұр. Жасыл бледный болып тұрған кейін, соны бледный цветтерді соған келтірдім. Содан кейін мата түсініксіздеу болды, жете ме, жетпей ме деп. И осы вариантты алдым. Чередовать етіп кете берді. Сол көкті көбірек жасағым келіп тұр. Қазір мына жерге 5-ақ штук құрасам жеткілікті болып тұр. Бірақ мынадан да 6 жасаймын да, орындарын наверное ауыстырамын. Көк цветін кішкене көк өңін ашып тұрған сияқты. Әзірге мынау бір көрпе осындай болып тұр. Келесі тағы көрпе болады. Мына жерде сіздер білесіздер, уже постоянно көрсетем, астындағы мата жұмсақ болғаннан көрінсе, формасы да кішкене майысып. Сол үшін астындағы мата да қаттырақ болған жақсы. Қаттырақ қылсаңыздар. Мына ақ матаның бетіне флизелинді де бір қабаттап қояды екен. Сол кезде қатты болып тұрады, оны құрақтарыңыз тақтай болып, әдейін болып тұрады. Ортасына жасыл қоямыз, ағырай былай кетіп, 4 қатардан тігіп шықтым. 19 болып. Мына жерде енді ол кішіріп қалды. Тем более астындағы матасы кішкентай болып қалды. Бұл бізде қазір 19 ұстап түркен ғой. 18 жарым болып тұр. 18 жарым болып тұр. Тіккенде 17-де 17 болып қалады ғой. Сол қазір мынаны кесеміз, тігеміз. Так, 2 қабат бөз, менікі жұқа болғаннан кейін 2 қабаттап жатырмын. Совсем жұқа. 4-ке бүктейміз. Центрін табамыз.
центрін тауып, осындай 3,5 3,5 лентаны ортасына қолмен тігеміз. Түгін аса қаратамыз. Оған қарама-қарсы көп жасаймыз. Мына жерде енді басқа да видеоларда көрсетіп жүрмін ғой. Ортасындағы лентасын 5-5 қылып жіберсеңіздер де болады. Бірақ мына жерде мен 3,5 қойып отырмын. Бірінші ордаңғысы жасыл кетеді, сол жасылды қойып алдық. Одан кейін көкті қарама-қарсы сөйтіп екеуін кезек-кезек тіге береміз. 2 жасыл, 2 көк, 2 жасыл, 2 көк деп. Мына жерде анық көрінбей қапты. Түсінбей жатсаңыздар жазып жіберіңіздер, қайтадан түсіріп, қайтадан тігіп, түсіріп, салып жіберейін түсініксіз болып жатса. Бірақ уже менің парақшамда қыздар бұрыннан бері көріп келе жатқан қыздар біледі деп ойлаймын, барлығы түсінікті деп. Түсінбейтін қыздарға да, жаңадан қарап жатқан қыздарға да бұндай видеолар бар бізде, анық әдемі түсірілген. Мына жерден сіздерге мен бұрыннан келе жатқан көрермендеріме рахмет айтқым келеді. Мені қалайсыз, қайдасыз деп уайымдап жазып жатқандарға үлкен алғысым шексіз. Сіздер маған шабыт сыйлайсыздар. Сондай комментарий келген кезде тағы да видео салғым келіп тұрады. Бекерде видео салып жатқан жоқ екенмін деп рахмет сіздерге. Мына жерде жаңағы маталары кішкентай болып кесілді ғой. Соларды бекер тастамас үшін мына жерге ұзындықтары келіп жатса, соларды келтіріп жатырмыз. Қырғызстан, Қарақалпақстан, жан-жақтан көреді екенсіздер, рахмет. Қазақстандық қамдары, сіздерге үлкен рахмет, менімен бірге келе жатқандарыңызға. Енді жоғалып кетпей видео салып тұруға тырысып тұрамын, бұйырса. Мына жерде құрақ, бұл жерде 2 құрақ көрпе шығайын деп тұр ғой, бұйырса. Осындай түсінен. Содан кейін басқа маталарынан тағы да құрақтар шығады, одан да бөлісеміз бұйырса. Сол бүгін сіздермен алғысымды айтайын деп, сонымен бөлісейін деп ойладым. Мына жерде енді құрақтың размерлерін бір қайтып жүргенде, лентаның размері 3,5 см. Менде басында 3,5 см кесілген үшін солай кесіп кете бердім, бірақ 3 см кессеңіздер болады. Мына жерде менің машинканың лапкасы бізде 4 см, 0,4 мм. Соған қарай 3 см, 2,5 см кесіп алса да болады. Астыңғы табақшамыз 19-19. Ол не принципиально. Мен мына жерден 3 қатар жасап жатқаннан кейін кішкене үлкендеу қылып жасап жатырмын. Табақшаны сіздер енді 4-ге болсаңыздар 15-15 мысалы жасап жатырсыздар. 17-17 сіздер 17-17 табақшамыз толады, 3 қатардан. Сонымен 19-19 мен 3 қатардан жасаймын. 3 қатар, содан кейін 11. Сонымен 33 штук жасаймын, 33 табақша жасаймын. Мына жерде 12 қатар, 12 жасадым, сонымен 36 штук жасадым. Потом бәрі табақшаларды қосқаннан кейін көреміз қанша. Может, соңғы қатарын алып тастаймыз.
5-6 штук болса, барлық 3 цвет Так, біз мына жерде құрақтарымыздың табақшаларын түгелдей құрап шықтық. Мінекей, мынандай бір түске 6 табақша жасаймыз ғой. Мына жерден көрсетейін. Міне 2, 4, 6. Сондайда мінекей, мына сериядан 2 жасадық. 12 штук, сарыдан 12 штук, и көктен 12 штук жасадық. Сонда бізге ұзыннан 12 штук кетеді, қатарынан бұлайнан 3. Негізіне 11 штук жасайтынбыз біз. 11 данадан. Бұлайнан 11 данадан жасайтынбыз. Ұзыннан 11 жіберетінбіз. Мына жерде 6-6-дан жасадым бәрін. 2-2-ден жасадым. Сонда 12 штук болады. Мынаның несін түгілуін көрсетіп атым сіздерге. Мына жерде жаңа нелерім, ленталарым кішкене көбірек кесіліп кеткен ғой деймін, сонда неден астында 19-19 табақшадан асып кетіп тұр. 3 қатардан жіберсеңіз де болады. Менде мына жерде 4 қатар. 4 қатар көктен 2. Бұлай 2, бұлай 2. Көрсетейін. Бұлай 4, бұлай 4, бұлай 4. Ортасындағы жасыл есептелмейді. Қазір бұны бәрін кесіп шығамыз әдемілеп. Потом бір-біріне жалғайтын боламыз. Енді жалғағанды келесі видеода көрсетемін. Содан кейін бізде мына жақта тағы да маталары қалып жатыр. Мына жақта, мына жерде бар. Тағы да бар ар жақта. Үлкен жапырақ жасылдары қалды көбірек. Мына жерде де бар кішкене. Тағы да бір көрпе шығатын сияқты бізде. Егер шығып жатса, онда көрсетемін сіздерге.